Қай құс бақытты. Бұрынғы өткен заманда алыс өлкедегі орман ішінде бір қарға өмір сүріпті. Ол өз өміріне риза, бақытты жасапты. Бірақ бір күні аспанда самғап ұшып бара жатқан аққуды көріпті. Ол өте аппақ, әдемі құс екен. Мен болса қап-қара құспын. Менімше аққу ең бақытты құс болса керек деп ойлапты. Ол өз ойын аққуға барып айтыпты. Аққу: "Я дұрыс, бірақ менен де бақытты құс бар. Ол тотықұс" депті. Қарға тотықұсты тауып: "Сені аққу ең бақытты құс деп айтты" депті. Тотықұс басын салбыратып сөйлей бастапты. "Я, мен де солай ойлап жүргем, бірақ менен де бақытты құс бар. Ол тауыс. Оның түрлі түстері бар, жайылып тұратын қауырсындары да әдемі. Оны көріп, барлығы қуана қарайды. Оны көруге көптеген адамдар келеді." Қарға тауысты іздепті. Іздеп оны жануарлар бағынан тауыпты. Оның сұлулығын көріп тәнті болыпты. Оның ең бақытты құс екеніне сеніпті. Тауыстың көруге көптеген адамдар келіпті. Қарға адамдар кеткен соң тауыстың алдына барып, оған барлық оқиғаны не үшін келгенін айтып беріпті. Тауыс сонда: "Ей қарға, сен неге өзіңді бақытсызбын дейсің? Сен тәуелсіз, еркін құссың. Қалаған жеріңе ұша аласың. Құстармен сөйлесе аласың. Өз еркің өзіңде. Мен болса темір тордың артында ешқайда бара алмаймын" депті. Қарға қайтып ұшып бара жатып, тауыстың сөздерін ойлапты. Сонда ол өзінің бақытты құс екенін сезіпті, және бақыт ол тәуелсіздік екенін біліпті.